Сәлем достар, доп ойнаған азар арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз әлемдегі ең бай футбол клубтары туралы әңгімелейтін боламыз. Соңғы санақтарға сүйенсек, бірнеше футбол клубтарының жалпы ішкі өнімі әлемнің ең кедей 10 мемлекетінен де көп. Бұл тізімді Deloitte компаниясы клубтардың жылдық табыстары негізінде жасаған. Тізім клубтардың билет сатылымдарынан, ТВ көрсетілімдерінен және де коммерциядан, яғни жарнамадан түсірілген жылдық табыстардың негізінде құралған. Үшінші жыл қатарынан Чемпиондар лигасының жеңімпазы Реал Мадрид бірінші орынға қайта шықты. Клубтың жылдық табысы 750 миллион евродан астам болды. Корольдік клуб тек матч күнінде түсетін ақша бойынша Барселонаны алдыға жіберіп отыр. Каталондық клуб биыл үшінші орыннан екінші орынға шықты. Олардың қанжығасы 690 миллион евроға майланды. Әлемнің ең бай клубтарының тізімінде Манчестер Юнайтед үшінші орында. Өткен маусымда Манчестер Юнайтед бірінші орында болған. Ал 2017-2018 маусымда Қызыл Сойқандар 666 миллион евро табыстап. Кездейсоқ па? Олай ойламаймын. Төртінші орында Бавария Мюнхен 629 миллион евромен алып отыр. Олар коммерция жөнінен тапқан ақшасы бойынша тек Реал Мадридтен ғана қалып отыр. Ал Манчестер Сити 5-ші орында. Олардың жылдық табысы 568 миллион евро. Олар ТВ көрсетілімдерінен алған ақша бойынша әлемде үшінші орында. Дәлірек айтсақ, олар 239 миллион евро пайда түсірген. Алтыншы орында Париждік клуб Paris Saint-Germain 541 миллион евро табыс. Оларға ең көп табысты коммерция алып келіп отыр. Ол жалпы табыстың 58%-ын құрайды. Алайда бұл көрсеткіш бойынша олар әлемде тек 5-ші орын. Қалған 4 орында ағылшын премьер лигасында өнер көрсететін клубтар алып отыр. 7-ші орында Ливерпуль 514 миллион евро табыспен. Қызылдарға 49% табысты ТВ көрсетіліміне әкеліп отыр. Бұл көрсеткіш бойынша олар әлемнің ең бай клубы Реал Мадридпен теңеліп отыр. Екі клуб 2018 жылы 251 миллион евро таза пайда түсірген. 8-ші орында лондондық Челси 505 миллион евромен. Олар 46%-ын ТВ көрсетілімінен, 38%-ын жарнамадан және тек 16%-ын ғана матч күніндегі билет сатылымдарынан тауып отыр. 9-ші орында Арсенал 439 миллион евро. Олар табыстың 4/1, яғни 25%-ын билет сатылымдарынан тауып отыр. Бұл 112 миллион евроны құрайды. Осы көрсеткіш бойынша Арсенал тізімде көрсетілген барлық командаларының арасында 4-ші орында. Бұл таңғаларлық жағдай емес. Өйткені канадерлердің матчын көру үшін жанкүйерлер орташа алғанда 50 фунт шамасында төлейді. Бұл 25 мың теңгені құрайды. 10-ші орында тағы бір лондондық клуб Тоттенхэм. Олардың жылдық табысы 428 миллион евро. Олар табысының жартысын, яғни 53%-ын ТВ көрсетілімінен табады. Халықаралық валюта фонының көрсеткен соңғы мәлімдемесіне сүйенсек, осы тізімдегі алғашқы топ 5 клубтың, яғни Реалдың, Барсаның, Манчестер Юнайтедтің, Бавария мен Манчестер Ситидің жалпы ішкі өнімдері Комор аралдары, Доминика, Тонго, Сао-Томе және Принципе, Микронезия, Палау, Маршалл аралдары, Кирибати, Науру және Тавалу сияқты әлемнің ең кедей 10 мемлекетінен жоғары. Жалпы көріп отырғандарыңыздай, қазіргі таңдағы Европаның алпауыт клубтары бұрын соңғы болмағандай қуатты. Топ 20 клубтың табысы өткен жылмен салыстырғанда 6%-ға өскен. УЕФА аясында өтетін Чемпиондар лигасында өнер көрсету кез келген клуб үшін үлкен қаржылай мотивация. Мысал ретінде өткен жылғы финалистер Реал мен Ливерпульдің тапқан табысы. Ал Мбаппе мен Неймардың PSG-ға келуі клубтың танымалдығын арттырып қана қоймай, қомақты табысты ала келді. Достар, видеоны аяқтамас бұрын комментке 11-ші орыннан бастап 20-ші орынға дейін сіздердің ойларыңызша қай клубтар екенін жазуды ұмытпаңыздар. Және де әдеттегідей лайкты басып, және арнаға тіркелуді еске саламын. Сау болыңыздар.